Әл-Бақара сүресі 86-92 аяттар. Мәңгілік өмірді өткінші тірлікке сатып жібергендер осылар. Олардың жазасы жеңілдетілмейді, ешқандай жәрдемде берілмейді. Біз Мұсаға кітап түсірдік. Одан кейін бірінен соң бірін көптеген пайғамбарлар жібердік. Мариям ұлы Исаға айқын мұғжизалар беріп, қасиетті рухпен күшейттік. Ей Исраил ұрпағы, сол елшілер сендердің көңілдерің қаламайтын істерді бұйырса, астамсып тәкаппарланасыңдар. Кейбіреулерің өтірікке шығарасыңдар, кейбіреулерің өлтіресіңдер де. Жүрегімізде перде тұтулы, дейді олар. Жоқ, жасаған күпірліктері үшін олар Алланың қарғысына ұшыраған. Сондықтан да Құдайға деген сенімдері өте аз. Өздерінде бар кітап Тәураттың ақиқат екенін растап, оларға Алладан кітап түсті. Бұған дейін олар кәпірлермен болатын күресте бізге жеңіс бере гөр деп Құдайдан тілейтін. Ал енді келетіні бұрыннан өздеріне мәлім. Соңғы пайғамбар келген кезде оған сенбей күпірлік келтіріп бас тартты. Бұндай күпірлік жасағандарға Алланың қарғысы келсін. Жарылқаушы Алланың өзі қалаған құлына мейірімін түсіріп, Құранды түсіргеніне қызғаныш білдірген яһудилер қасарысқан күйі қасиетті кітапқа сенбеді. Сөйтіп жандарын жалдап сатып алған имансыздықтарының құны қандай түкке алғысыз десеңші. Өйткені соның кесірінен өз бастарына қаһар үстіне қаһар төндірді. Ондай кәпірлер үшін азабы қатты жаза бар. Оларға Алла түсірген Құранға сеніңдер десе, олар біз өзімізге түсіргенге ғана иман келтіреміз дейді. Сөйтіп, олар қолдарындағы кітапты растайтын, кейін түсірілген ақиқи кітапқа қарсы шығып, сенімсіздік білдірді. Егер де сендер Тәуратқа сенетін болсаңдар, Алланың бұрынғы жіберген елшілерін неге өлтірдіңдер? Деп айт оларға, уа Мұхаммед. Ақиқатында Мұса сендерге айқын дәлелдер, мұғжизалар алып келген еді. Алайда оның жоқ кезін пайдаланып, сендер алтыннан құйылған бұзау мүсініне табынып, азғындық жолына түстіңдер.